Кейбір адамдар сыздауықты угри сияқты көреді екен. Не сығып тастайды, не мән бермей жүре береді. Бәріңізге ассалаумағалейкум. Сіздермен бірге мен Нұреке доктор, арнама қош келдіңіздер. Сыздауық деген не? Қай жерлерге шығады және одан қалай құтылу керек, қалай емделу керек? Осы туралы айтатын боламын. Ал сіздер мені қолдап, лайк басып, пікір жазып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Сыздауықты медицина тілімен фурункул деп атайды. Ол іріңді қабыну процесі. Статистикаға сүйенетін болсақ, балаларға қарағанда үлкен адамдар көбірек ауырады екен. Ал әйел мен ерлерді салыстырсақ, әйелдерге қарағанда ерлерде көбірек сыздауық шығады. Сыздауық негізі механикалық жарақаттан кейін пайда болады. Қандай да бір үшкір зат зақымдалған кезде сол жерге бұның сыздауықтың қоздырғысы стафилококк кеп түседі, сөйтіп сыздауық пайда болады. Негізінен көктемнің басы мен күздің аяғында ең жиі кездесетін шарықтау шыңы. Себебі осы уақыттарда біздің қорғаныс жүйеміз әлсірейді. Тұмаудың да, қызылша деген сияқты, іші өту, оки, жалпы жұқпалы аурулардың бәрі осы сезонда көп таралу себебі осы қорғаныс жүйеміздің нашарлауынан. Жаңа айтып кеткенде медицина тілінде фурункул деп атайды. Егер сол сыздауықты қолмен тырнап жанына көбейтетін болсаңыз, бұны фурункулез дейді, яғни көп сыздауықтардың көбейіп кетуі. Клиникалық көрінісіне келсек аурудың, сол жарақаттанған жерге, яғни сыздауық шыққан жерде жергілікті температура көтеріледі, ауырсыну сезімі болады. Сыздауықтың түбінде инфильтрат болады, ортасында ірің болады, ал сырты гиперемия болады. Гиперемия дегеніміз жаңағы қан тамырлардың қызарып, сол жерде қанталап кетуі, жалпақ тілмен түсіндірсем. Түбіндегі инфильтрат жібіп, ол ортаға шығу керек, шетіндегілер жара болып солай жазылады. Өзегі шықты деп жататын осы ортадағы инфильтрат. Бұл жалпы клиникалық көрінісі. Ал қай жерлерге шығатынына тоқталсақ, желке, бет, мойынның артқы жағы, бөксе, шап, бел, аяқ, қол. Міне осы атап өткен жерлерге сыздауық шығады. Сыздауық бастапқыда қызарып шығады, содан кейін пісе бастайды, қатаяды. Сол қатайып болғаннан кейін ғана іріңді қабыршықты түйін пайда болады. Кейде лимфа түйіндеріне беріледі, температура осының салдарынан көтеріледі. Сыздауықтың еміне келетін болсақ, өте қарапайым. Бұл екі түрлі бөліп алуға болады. Үй жағдайында емделу және стационарлы, яғни ауруханаға жатып емделу. Бірінші, ауруханада қандай жағдайда емделеді және үй жағдайында қалай емделу керек, соған тоқталатын боламыз. Ауруханада егер сыздауықтың орны үлкен болса, жара үлкен болып ашылып тұрса, оған міндетті түрде дренаж жасап, іріңді сыртқа ағызу қажет болса, онда сіз ауруханада емделесіз. Одан бөлек лимфангит, лимфаденит, сепсис, менингит сияқты асқынулармен қатар жүретін болса, сіз ауруханаға жатып, антибактериалды терапия жүргізіледі және иммундық терапия жүргізілу қажет болады. Ал үй жағдайында былай емделесіздер. Сыздауық шыққан жерді жақсылап 70% спиртпен өңдеп аласыздар, антисептикалық дәрігерлермен тазартасыздар. Сыздауықтың орнына офломелит және вулнузан деген маз бар, соларды жағып, бинтпен қайтадан дәкеден микроб түспейтіндей қорғап, солай таңып қоясыздар. Бұл үй жағдайындағы емі. Қосымша температура көтерілетін болса, жаңағы температура түсіретін препараттарды ішесіздер. Ибуфен, парацетамол деген сияқты. Ал енді тыңдарман, келесі видео қандай тақырыпта болғанын қалайсыз? Пікірге жазыңыз және сол ақпаратты мен сіздерге бөлісетін боламын.